Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін Pinduoduo сайтынан қытайша размерді қалай анықтайтынын айтатын боламын. Жалпы Қытайдағы размер біздегі размерге мүлдем сәйкес келмейді. Сондықтан мұқият қарап көріп алыңыздар. Ең бірінші кішкентай балдардың размерінен бастайын. Мына осы киімге кірдім. Енді бұның размерін көретін боламыз. Мына бұның размері 66 сантиметр, 73 сантиметр. Яғни балалардың бойына байланысты. Мысалы, сіздің балаңыз 71 сантиметр болатын болса, сіз 73 сантиметрден киім беретін боласыз. Кішкентай балалардың киімдері осылай тек боймен ғана есептеледі. Бірақ кейбір магазиндерде қай айдан бастап қанша сантиметр болатынын жазып қояды. Мысалы, осы киімдерде размерлерін қарасаңыздар, 66 сантиметрде 3 айға дейін, яғни 3 айлық балаға 66 сантиметр алып беруге болады. Одан кейін 73 размер, яғни 3 айдан 7 айға дейінгі балаларға алып беруге болады. 80 размер 6 айдан 12 айға дейін, ал 90 сантиметр 12 айдан 18 айға дейін балаларға алып беруге болады. Одан кейін 1 жастан 5 жасқа, 6 жасқа дейінгі балдардың размерлерін көрсек, оларда да сондай тек бой арқылы ғана есептейді. Мысалы, 110 сантиметр, 120 сантиметр, 130 сантиметр, солай кете береді. Осы суретті скриншоттап алсаңыздар болады, яғни қай айда қанша сантиметр болатындығы барлығы көрсетілген. Енді кішкентай балалардың размерін қалай өлшейміз? Осылай бір аяқ киімге кіремін. Мына осы жерде 10-да 5 сантиметр, 11-де 5 сантиметр, 12-де 5 сантиметр деп көрсетілген. Яғни олардың қасында кейбіреуінде көрсетеді, кейбіреуінде көрсетпейді. Мысалы, 3 айдан 6 айға дейін болса, балаңыз 10-да 5 сантиметр болып, соны заказ бересіз. Ал егер 6 айдан 9 айға дейін болса, балаңыз 11-де 5 сантиметр бересіз. Бірақ кейбір магазиндерде олай қанша айдан қанша айға дейін болатынын көрсетпейді, тек сантиметрін ғана көрсетіп қояды. Сол үшін оны қалай өлшеу керектігін қазір көрсететін боламын. Сіздерге мысал үшін көрсетіп жатырмын. Мына жерде балаңыздың аяғы болса, мынау ең үлкен жерімен ең ұшын осылай өлшейміз. Линейкамен немесе метрдің көмегімен өлшейтін боламыз. Осылайша сантиметрін өлшеп заказ бере бересіздер. Енді әйелдердің киімдерін өлшейтін боламыз. Осылай кіреміз. Мына жерде S, M, L, XL дегендер берілген. Яғни бұл Қазақстандағы размермен сәйкес келмейді. Сондықтан, мысалы, S-тің қасында 80 мен 100 джин деп тұр. Бұл жақта салмақты джинмен есептейді. Яғни 80 мен 100 джин деген 80-ді 2-ге бөлеміз 40, 100-ді 2-ге бөлеміз 50. Яғни S-нші размер 40 килограммнан 50 килограммға дейін аралықта заказ беруге болады. Ал M-нші размер 100 бен 110 джин. Яғни 100-ді 2-ге бөлеміз 50, 110-ды 2-ге бөлеміз 55. M-нші размер 50 мен 55 салмақтың арасында алуға болады. Мысалы, сіздің салмағыңыз 60 килограмм болса, сіз XL-ді бересіз. Яғни 120 мен 130 джиннің арасында. Ол дегеніміз 60 килограмм мен 65 килограммның арасында XL-нші размер жүреді. 2XL-да, мысалы, 130 бен 140 джин, яғни 65 килограмм мен 70 килограммның арасында. Егер сіздің салмағыңыз одан жоғары болса, 3XL-ді бересіз, яғни 70 бен 75 килограммның арасында. Енді кейбір магазиндерде олай қанша салмақтың арасында екен көрсетілмейді. Міне осылай тұрады. Тек қана осылай размерлер ғана көрініп тұрады. Яғни сол кезде шатаспау үшін қазір мен сіздерге суретін қойып қоям, соны скриншоттап алыңыздар.
Енді ерлер киіміне кіреміз. Ерлердің киімдері де дәл сондай жаңағыдай джинмен есептеледі. 80 мен 100 джин болса S размері, яғни 40 пен 50 килограмның арасында S. M размері болса 50 мен 60 килограмның арасында. XL болса 65 пен 75 килограмның арасында болады. Жаңағы айтқандай, кейбір магазиндерде олай салмақтары көрсетілмейді, сол үшін осы суретті скриншоттап алыңыздар. Енді аяқ киім размерін таңдайтын боламыз. Негізі аяқ киім размерінен Қытай мен Қазақстан размері сәйкес келеді. Мысалы, сіз 37 киетін болсаңыз, Қытайдан тоже 37 берсеңіз, ол сәйкес келеді аяғыңызға. Бірақ сонда да өзіңіз үшін осылай бағана айтылғандай өлшеп сантиметрін көрсеңіз болады. Мысалы, 21 сантиметр болса 36 размер, 38 размер киетін болсаңыз 22 сантиметр шығады. Ол жағы тура келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта Pinduoduo жайлы көптеген видеолар салатын боламын.